Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жол ережелері. Сабағымыздың мақсаты жолда жүру ережесі туралы түсінік беру. Балаларды жолда жүру ережелеріне сәйкес бағдаршамның атқаратын қызметімен таныстыру. Балалар, бұл бағдаршам. Бағдаршам көшедегі көлік қозғалысын реттейді. Бағдаршамның 3 көзі бар. Бағдаршамның қызыл көзі жанғанда көліктер тоқтайды, ал адамдар ақ жолақтар арқылы көшеден өтеді. Бағдаршамның сары көзі жанса, көліктер дайындалады. Ал бағдаршамның жасыл көзі жанса, жол ашылады, көліктер жүреді. Балалар, көшеден жаяу жүргіншілерге арналған зебра жолағымен ғана жолдан өту керек. Жолдан өту үшін жүргізушінің сені байқап тоқтағанына көзіңді жеткіз. Ешқашан жолға жүгіріп шықпа. Жолға жақындағанда жан-жағына қара. Бірінші солға, содан кейін оңға көз сал. Егер жолда топпен бірге жүрсең, қатардан шықпа. Алысып ойнама, жүгірме, секірме, жолда шуылдама. Мұғалімнің жөн сілтеуіне ғана құлақ ас, басқаға алаңдама. Әлде қандай затыңды жүргін бөлікке түсіріп алсаң, тротуар үстінде тұрып ересектерден көмек сұра. Егер жолда жеке жүрсең, тротуардың оң жағын ала жүр. Жүгірме, асықпай адымда, жол жиегін аттама. Тротуардың ортасына тұрма, үйлерге жақын қапталына қарай барып тұр. Тротуардың үстінде ойнама. Балалар, осы айтылған ережелерді мұқият есте сақтаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.